Армысыздар, бұл полиция KZ бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Шұғыла Тұрлыбек. Бүгін көретіндеріңіз. Есірткіге қарсы күрес министрліктің басты назарында. Қостанайлық полицейлер автоураганның көмегімен автоұрыларды ұстады. Тәртіп сақшылары көші-қон заңнамасының сақталуын жіті бақылайды. Өскеменде полицейлер синтетикалық есірткіні жасыру үшін ұстады. Одан 40 граммнан астам тыйым салынған зат тәркіленді. Понятые видно, да? Правый карман, в котором имеется сверток, как гражданин ранее говорил, обмотанный изолентой синего цвета. А откуда, говорите, у вас данный сверток? Поднял я его на улице, мне дали координаты, вот поэтому контакт. Күдікті құқықтық тәртіп жедел алдын алу іс-шарасы барысында көшеде кезекті дозаны жасырмақ болған сәтінде құрықталды. Жеке тінту кезінде одан жалпы салмағы 40 граммнан асатын изолентамен оралған 70 түйіншек тәркіленді. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 297 бабы 3 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Сараптаманың қорытындысына сәйкес зерттеуге ұсынылған заттардың құрамында шамамен 20 грамм мефедрон болған. Сондай-ақ салмағы 25 граммды құрайтын психотроптық заттар анықталған. Также имеется надпись «Меф». Видите, да, понятой? Қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Жамбыл облысында да есірткі жасырушы ұсталды. Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері 25 жастағы тараздық тұрғынды анықтады. Ол облыс орталығының аумағында есірткі жасырумен айналысқан. Вы сказали, изъявляете желание. Сами покажете. Сараптама көрсеткендей, түйіншектерде салмағы 4 граммнан асатын есірткі болған. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Тәртіп сақшылары заңсыз іске қатысы бар басқа да адамдарды анықтауда. Жамбыл облысында көлік полицейлері асары көлемде есірткі заттарын тәркіледі. Тыйым салынған заттар Шу аумағында анықталды. Аталмыш факті бойынша аймақтың 38 жастағы тұрғыны ұсталды. Аты не бұл зат? Шала ғой? Шала? Ой, біреу не шығар? Сіздер үлгіретіндер. Алып көрейік. Так, қара түсті полиэтилен пакетінің ішінде сарғыш түсті өсімдік тектес. Өзіне тән айрықша иісі бар, есірткі затына ұқсас зат анықталды. Тінту кезінде жалпы салмағы 2,5 килограммға жуық марихуана табылды. Кімге тиесін ол заттар? Өзіме тиісті. Өзің тұтынасыз ғой жаңағы? Я өзім. Шегесі болсын ба? Анда сонда шегем соны. По данному факту начато досудебное производство по статье 296, части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан, задержанный водворен ИВС Шуского РОП Департамента полиции Жамбылской области. Бұған дейінді күдікті құқық қорғау органдарының назарына іліккен. Ол аса ірі мөлшерде есірткі сақтағаны үшін жазасын өтеген. 3 жыл бұрын бостандыққа шығып, бұрынғы ісін қайта қолға алған. Қостанайда тәртіп сақшылары автоураган аппараттық бағдарламалық кешенінің көмегімен 2 ұрыны ұстады. Олардың 12 ұрлыққа қатыстылығы анықталды. Как правило, похищались аккумуляторы, автомагнитолы, наборы инструментов, флеш-карты. По камерам видеонаблюдения было установлено, что во всех случаях присутствует одна и та же автомашина. Ұрлықтың барлық жағдайларында кадрға түскен көлікке бағдар жіберілді. Автоураган кешені оны қала көшелерінің бірінде тіркеді. Ақмола облысының 21 жастағы 2 тұрғыны ұсталды. Олардан заттай дәлелдемелер, аккумуляторлар, магнитофондар, флеш-карталар табылды. В настоящее время задержан доказывается причастность к 12 кражам из салонов автомашин. Жалпы шығын миллион теңгеге жуық. Күдіктілер ұсталды, ұрланған заттар иелеріне қайтарылды. Мемлекет басшысы қазіргі уақытта көші-қон саласының жаһандық маңызы бар және елдің әлеуметтік экономикалық дамуымен тығыз байланысты екенін бірнеше рет атап өтті. 2019 жылы азаматтарға арналған үкімет порталында цифрлық қызмет көрсету секторы жұмыс істей бастады. Мигранттар қажетті мемлекеттік қызметтерді бір терезе қағидаты бойынша ала алады. Мұнда медициналық тексеруден, дактилоскопиядан өтіп сақтандыру полисін рәсімдеуге болады. Ал бұрын мигранттарға жұмысқа рұқсат алу үшін 6 мемлекеттік мекемеге бару керек болатын. Орталық шетелге сапарға шығатын азаматтарға және шетелдік азаматтарды уақытша тіркеу мен жұмысқа рұқсат беру бойынша қызметтерді көрсетеді. Қай елдің азаматысыз? Наманга. Сіз Өзбекстан ба? Сіз ше? Наманга. Сіз бәріңіз бірге ма?
Қызылорда облысында мигрант жедел алдын алу іс-шарасы барысында тәртіп сақшылары көші-қон заңнамасын бұзудың 500-ге жуық жағдайын анықтады. Құқық қорғау органдары жұмыс істейтін мигранттардың дактилоскопиялық есебін жүргізеді. Бұл олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және криминогендік жағдайды жақсарту үшін қажет. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің нұсқауына сәйкес ағымдағы жылдың 10-17 наурыз аралығында қала аумағында мигрант жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Іс-шараға мобильді топтар құрылып, 77 қызметкер жұмылдырылды. Қала аумағында келген шетелдіктердің көші-қон заңнамаларын бұзу фактілерін анықтау, оларды әкімшілік жауапкершілікке тарту, іздеуде жүрген қылмыскерлерді анықтау мақсатында шетелдіктердің уақытша тіркелген мекен-жайларын, базарлары мен дәмханалар тексеріліп, рейдтік іс-шаралар жүргізілуде. Облыс бойынша жұмысқа рұқсаты жоқ 313 шетелдік анықталды. 120 қазақстандық шетелдіктерді жұмысқа рұқсатсыз қабылдаған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бірнеше шетелдік елден қуылды. 40-тан астам адамға елде болу мерзімі қысқартылды. Бір адамға қатысты материалдар тиісті шешім қабылдау үшін аудандық сотқа жіберілді. Ал ол адамның өзі 30 тәулік мерзімге қабылдау тарату орнына жеткізілді. Бүгінгі айтарымыз осы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.